Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен бүгін Грут. Достар, бүгін біз Майнкрафт ойынынан выживанияның 4-ші бөлімін түсіретін боламыз. Әдеттегідей мен қасымда Ракочик KZ. Сәлем достар. Достар, видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Ендеше видеоға кеттік. Мінекей достар, біз видеомызды бастадық. Достар, біз алдында айтып кеткенде біз жаңа аралға көшкен болатынбыз. Бұрынғы аралымызда біздің деген выживать ету бізге өте қиын болған болатын. Онда деген шахта да жоқ, уыл да жоқ, сондықтан бізге выживать ету қиын болды. Сол жаңағы жолда деген, жаңа 3-ші бөлімде айтпақшы достар, біздер дегеніміз, қалай суасты қамалын тапқан болатынбыз, сонда деген суасты қамалын, және де біз Глин аралын таптық. Глин аралын, ол деген бізге өте қызық болды. Енді сол жаңағы қалай айтсам болады, сол іздеп осындай жақсы бір арал таптық. Енді осында выживать ететін боламыз. Ракоч, сен барды дубтар жинай бер, ағаш жинай бер. Мен де жинай берейін. Осында андай қара дубтар жинай бересің ма? Ар жағына барып. Давай. Енді қазір біздер әдемі үй салатын боламыз. Достар, видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Осы жаңағы қазір үйді бітіргеннен кейін қайтсам болады, шахтаға түсіп, охотаға шығып сөйтетін боламыз. Үйде өте қызықты ойнап тұр. Мінекей достар, біздер деген үй салып жатырық. Осыдан біздер видеоны тоқтата тұруымызға тура келетін бар. Атау осы уақыттың бәрін үй салуға кететін болады. Ендеше кеттік. Мінекей достар, біз деген үйдің схемасын салып болдық. Ары қарай үйімізді жалғастырып, стенасын, полын барлығын салатын боламыз. Тағда видеоны тоқтатып тұруға қажет. Міне достар, біздер деген жұмысымызды жалғастырып жаттық. Себебі біздің стоп қойған себебіміз, уақыттың бәрі осыған кетеді. Алдында да бірінші бөлім ба, екінші бөлімде осындай болды, осындай жағдай болды. Уақыттың бәрі осы үй салуға кетті. Қазір деген полды аяқтадың ба? Стеналарын сала бер. Крышасына өзім барам. Крышасын қалай істейміз? Крышасын. Битикті қамже верстак. Біздің верстагымыз сыртта қалып қойды, біздің верстагымыз. Қазір ішке жасақ қойық верстакты. Бізге деген осынармен 8 барады. Жоғарға көтерілетімізге лестница керек қой. Біздің 2 этаж салмай қойық та, біз 1 этаж салайық. 1 этаж сала берейік. Осылай кете берсін да, осылай салып тастайық. Кім терезелерін нелерін сала бер. Терезелерін сындырып па? Ашықты қот қазір. Ондай сильный не да менде. Өте бастай берейік. Біздер деген қазір жоғарын деген типі үйдің крышасы істеп атырық. Үйдің крышасы секілді. Битек осылай. Осылай істей берейік. Болдың ба? Енді шахтаға қарай бер. Шахтына қарай ше ма? Қолыңа кирка бар ғой да сенде?
Иә, киркамен бара бер. По идее, достар, бұрында алдыңғы видеода мен айтып кеткен болатын, жаңағы су астындағы қамал туралы түсіретін боламын деп. А то мында деген су астындағы қамал туралы түсіретін. Ол түсіргіміз келді, достар, бірақ та деген бізге осы выживать етуге арналған картада шықты, өкінішке орай. Сондықтан оны келесі видеода кездестіріп жатсақ, оны міндетті түрде түсіретін боламыз. Оны бізге табуға қиынға соғады. Яғни оны YouTube желісінен көрген болатынмын. Сол жаңағы типа храм дейді ғой, храм туралы. Сол храм болған дейді. Әдемі шығып жатыр да үйіміз. Так, мына жерде 2 этаж қылмай ақ қояйық та, мынаны алып тастайық. Так, мына жерде, так, сен терезесін осыны істеп тастайық, қарына. Осы болып тұрған жақсы. Так, мына осылай да. Осыны мына жақта да терезе. Осыны 2 терезе қойып тастайық. Әдемі болып тұру үшін. Крышасын бізге тағы да бірдеңе істеу керек сияқты. Ема, үйде қойлар жүр. Үйде қойлар жүр. Ема, біздің үй бәрі кіріп отыр үйге. Қазір мына жерге мініп кетейік. Типа паркур. Так, мына жерін деген, так, не істеп жүреміз мына жерін. Осылай нормально сияқты. Достар, айтпақшы, бізде деген не бар ғой андай? Лестница секілді бар ғой қазір. Так, солай да, осының кубын жасау керек. Так. Раку сенде андай лестница бар ма? Лестница. Андай, мынандай бар ғой. Бар. Соған келіп тасташы маған, есіп. Сенде жасадың ғой, сенде ағаш көп қой. Соны жасап, сояқтан жасап әкеліп тасташы маған. Так, менде бітіп қалды, сол керек болып жатыр маған. Үйге келген соң, мен, короче, не істей берем. Песокқа қарай берем. Песок іздей берейін. Үй жаққа келген соң айтшы ема маған. Барам саған қазір. Тезіріп кел. Так, бізде дейін қазір топырақ керек, песок керек болады. Осы сияқтардан іздеу керек болады, песоктарды. Опа, анияқта тұр да, анияққа. Мүмкін түпі жасай қойғыда болатын шығар онда дейін. Жақсы, оны артыңа алдырайық. Мен үйге келдім. Келдің бе? Короче, осыларды қалдырып кетті. Сен неге баршы? Песок жинап баршы, песокқа. Еме? Нелерде бар екен. Неше бар? 64 ма? Сонда 5 әкел. Көп қой сен әйтеуір. Оғылым ба? Жоқ, ана бана лестница бар ғой. Сонда 5. Ал, неше бар? 64 бар ма не? Көп қой да сенде. Так, короче, соны ала бер бар. Кішкене 30 шақты ма? Сонда жинап келші. Осылай әдемілейміз үйімізді. Әдемі үй ойынып тұр оны, әдемі үй. Так. Енді деген ананың қасына бар ғой, тағы да сал жіберу керек сияқты, мынау айры 36 бар екен. Так, кешіріңіздер, так, мына жерде деген. Мына жерім өшті.
жіберсек те. Осылай. Ё-моё, түсіп кете берем бар ғой. Достар, уақыт келіп қалыпты. Әйтеуір дегенде мына аралды таптық, жақсы арал. Үйіміз салып бастадық. Мен әдемі болып келе жатыр үйіміз. Енді келесі бөлімде шахтаға барып, охотаға шығып сөйтетін боламыз. Ендеше сізбен болған мен бүгін Грут, яғни Ракоч. Келесі бөлімге шейін сау болыңыздар.